Allah kabul etsin. Sonымен қатар bizde sol төралқада қабылданған тағы бір шешім мынау пітір садақасы мәселесі. Яғни пітір садақасы бүкіл еліміз бойынша бір бағаға тоқталды. Әр жердің өзінің жаңағы бағасы әр түрлі, соның ортақ бір бағаға келді, ол 300 теңге болып белгіленді. Жалпы өзі мынау пітір садақа 4 түрлі тағамнан берілетін болса, мәселен арпа, бидай, мейіз және құрмадан беріледі. Мінеке осылардың әрқайсының бағасы әрқалай келеді. Бізде мәселен көбінесе осы біздің ортамыз, халқымыз көбірек қолданатын қай түрі? Осы бидай, бидайдың қай түрі? Бидайдың ұнға айналдырған түрі. Сол ұнға айналдырған түрін көбінесе соның бағасын шығаруға назарға алынады. Мінеке сондықтан да болды 300 теңге. Әлі бұл жалпы 300 теңге деген ол бір ең төменгі десек болады. Ең төменгі баға деп айтсақ болады. Ал енді бай болған, мүмкіндігі жеткен адамдар одан да жоғары етіп пітір садақасын беруіне толық мүмкіндік. Яғни құрманың бағасымен немесе мейіздің бағасымен деген секілді пітір садақасын одан да жоғары бағамен пітір садақа беруіне толық мүмкіндігі бар жақсылар.